Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қатпарлы қаттаманы пісіретін боламын. Өте керемет рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін және де бірінші болып көру үшін маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. 200 грамм су, 200 грамм сүт аламыз. Міндетті түрде жылы болу керек. Енді үстіне бір қасық дрожжымызды салып, бір қасық тұзымызды салып, бір қасық құмшекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Бір қасық қаймақ салдым. Енді қаймақ салу міндетті емес, салмасаңыздар да болады. Осыны жақсылап араластырып, осыған қамыр илейтін боламыз. Ұнымыз алдын ала еленген. Ұнымызды салып, осыған қамыр илейміз. Шіле қатты емес, жұмсақ емес, орташа тығыздықта. Осылай қамырымызды жақсылап илеп болып, қамырымызды 1 сағатқа бетін жауып, жылы жерге орап қоямыз. Қамырымыз ашығанша. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қамырымыз ашып, әдемі болып көтерілген. Енді осыны 4 бөлікке бөліп, суала жасап, осыны жеке-жеке жайып алатын боламыз. Осылай 4 бөлікке суала жасап, бетін жауып, тағы да 10 минутқа қойып қоямын, көтерілгенше. 10 минуттан кейін осылай жеке-жеке жайып алатын боламыз. Менің видеом ұнасам, лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, астыдағы подписация бөліміне батырманы басып, маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Енді осылай жайып болған қамырымызды қойып, қалған қамырларымызды дәл осылай жеке-жеке жайып алатын боламыз. Жайып болған қамырымызды өздеріңіз көріп отырғандай майымызды құйып, осылай жақсылап жайып жағып алатын боламыз. Менікі енді тоң май. Енді сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сары май жақсаңыздар да болады, сұйық май жақсаңыздар да болады. Сары май жағатын болсаңыздар, сары майдың 70-75% майлылығын алып жағыңыздар. Сонда майлы болса, және де оны 10 минутқа қойып қоятын боласыздар. 10 минуттан кейін екінші қамырыңызды қоясыз. Ал менікі тоңмай болған екен, менікі тез қатып қалды. Қатып қалған екен, екінші жайған қамырымды осылай үстіне қойып шықтым. Тоңмайды бір жақ жері 10 минутқа қалдырмай-ақ осылай жағып болғанша өзі қатып қалады. Және де бұл дәмді болады. Осылай тоңмайды қалай тұшту әдісі менде бар. Осы каналымда видео бар. Соны көрсеңіздер болады. Дәмі жоқ, иісі жоқ, өте керемет видео дайындағанмын. Соны көріп, солай жасасаңыздар да болады. Осылай 4 қамырымды да жайып алып, осылай тоңмай жағып, үстіне осылай 4-еуінде қойып шықтым. Сөйтіп осылай шишке қылып, видеодағыдай барлығын осылай кесіп шықтым. Енді оның үстіне осылай бір-бірінің үстіне осылай қойып жасайтын боламыз. Тура видеодағыдай. Осы рецепті өте ұзақ іздедім. Өте сәтті шықты. Және де сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Сіздер де осылай жасап, сіздердің де қаттама нандарыңыз осындай керемет болсын деп сіздерге арнайы видео түсірдім. Осылай барлығын жасап болып, енді осылай орайтын боламыз. Сіздерге 2 түрлі қаттама нан жасап көрсететін болам. Біреуі духовкада, біреуі тәпеншеде. Осылай қайсысын қаласаңыздар, солай жасасаңыздар болады. Екеуі де керемет болып шықты. Қалай жасағыларыңыз келсе, өз қалауларыңыз бойынша. Қалған қамырымды осылай қойып, бұны тәпеншеде пісіретін боламын.
осылай үлкен қамырымызды осылай 10 минутқа қалдыратын боламын. Бетін жауып, оға дейін екінші қамырымызды жайып, кішігірім қаттамадан пісіретін боламын тәпеншеде. Тәпеншемізді қыздырып, осылай май жақпай бірінші осылай пісіріп аламыз. Бірінші бетін пісіріп болғаннан кейін осылай аударып, одан кейін май жағатын боламыз. Сонда сіздердің қаттама нандарыңыз көтеріліп әдемі болып піседі. Осылай жақсылап жағып алып, одан кейін барып екінші бетін аударатын боламыз. Майды бірден құйып жібермеңіздер. Сонда қаттама нандарыңыз сонда әдемі болып көтеріліп, осылай әдемі болып пісетін болады. Міне екінші бетіне де май құйған жоқпын. Бұған да екінші бетіне де осылай май жағып алып, осылай аударатын боламыз. Осы рецептпен жасасаңыздар, қаттама нандарыңыз өте әдемі болып пісетін болады. 10 минут өтті, осылай көтерілді қамырымыз. Енді осыны жайып, бұны енді духовкада пісіретін боламын. Бір жұмыртқаның сарысын осылай бетіне жағып шықтым. 30-35 минут 180 градуста пісіріп аламыз духовкада. Тәпеншеде пісірген қаттама наным осылай керемет болып шықты. Өздеріңіз көріп отырғандай. Осылай жасап көріңіздер. Осы рецептпенен жасасаңыздар, қаттама нандарыңыз өте керемет болып шығады. Духовкада пісірген қаттама наным да осылай видеодағыдай болып пісіп шықты. Енді осының арасын өздеріңіз көріп отырғандай өте керемет болды. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.